Баршаңызға сәлем, мың бір кеңес арнасында өміріңізді жақсы жаққа өзгертудің бірнеше жолы туралы пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Таңертең шаршап оянып, ештеңеге көңіл күйіңіз болмай, зауқыңыз соқпаса, не істеуге болады? Төмендегі кеңестер өміріңізді түбегейлі өзгертпесе де, біршама серпін беруге көмектеседі. Ең алдымен, ұйқыңызды дұрыстап қандырыңыз. Сіз жұмыстан үйге қайтып бара жатқанда, компьютеріңізді сөндіресіз ғой, сол сияқты сізге де 7-8 сағаттық толыққанды ұйқы керек. Адам ағзасы өте ақылды, керемет механизм. Ұйқы кезінде тек шаршағаныңыз басылмай, барлық мүшелеріңіздің жұмысы қалыпқа келіп, токсиндерден арылады. Адамның психикалық денсаулығы үшін де ұйқының маңызы зор. Екіншіден, не ішіп, не қойғаныңызды ойланыңыз. Жүгіріп жүріп, әйтеуір қарын аштырмаудың амалын жасасаңыз, көп ұзамай ағзаңыз белгілерін береді. Өзіңізге де, денеңізге де деген сый-құрметті білдіріп, тек пайдалы тағамдарды уақытымен жеп тұруға тырысыңыз. Ас адамның арқауы. Олай болса, ол тек қана қарын ашырмаудың жолы емес, керісінше ұзақ жасап, деніңіз сау болудың амалдарын ойластырып, денеңізге қажетті дәрумендер, күш-қуатыңызды арттыратын пайдалы тағамдарды ғана қолдану болып табылады. Бастап көріңіз, ауру, жаман әдеттер, артық салмақ, нашар көңіл күйдің қалай кеткенін білмей қаласыз. Кофеиннен бас тартыңыз. Кофе онсыз да жұқа жүйкеңізді тоздыртып, уақытша ғана энергия береді. Күш-қуат жинаудың басқа амалдарын көріңіз. Мәселен, дене шынықтырумен айналысу немесе медитация. Болмаса шамалы ғана кофені сүйікті ыдысыңызға құйып, рахаттанып ішіңіз. Уақыт өте келе, сіз үшін кофе емес, оны ішкен кезде алатын ләззат, процесс қымбат екеніне көз жеткізесіз. Қозғалуды бастаңыз және тоқтамаңыз. Спорт, фитнес тек қана көңілді көтеріп қоймай, сонымен қатар стресспен күресіп, ойлау қабілетіңізді жақсарта түседі. Йога, велосипедпен серуендеу, жүзу немесе жүгіруге жұмсаған әрбір минутыңыз сіздің стресске қарсы қосқан үлесіңіз. Қарапайым таңертеңгілік жаттығу сізді алдағы күннің жоспарына, басты міндеттеріне дайындап ұйымдастырады. Дәрігерлерге қаралатын 80% адамдардың шағымы стресс пен оның салдарына байланысты болады. Бұған қанша қаражатыңыз бен алтын уақытыңыз кететінін елестетіп көріңіз. Ал соның бәрінің алдын тек қарапайым күнделікті медитация арқылы алуға болады. Күніне ең болмаса 5 минуттық медитация стресспен күресіп, иммунитетіңізді жақсартады, ұйқыңызды тыныштандырып, өзіңізді бақытты сезінуге көмектеседі. Теріңізге күтім жасаңыз. Күнделікті 2 рет теріңізге күтім жасауды ұмытпаңыз. Әрине, терідегі келеңсіздіктерді косметикалық бұйымдар арқылы жасыруға болады. Бірақ бұл мәселені түбегейлі шешпейді. Эгоңызды емес, жаныңызға азық болатын дүние жасаңыз. Сізді қуантатын нәрселерді жасаңыз. Бірақ барлық жетістіктеріңіз жаныңызды шын мәнінде қуантпайды. Бұрыннан бері армандап жүрген туфлиіңізді сатып алыңыз. Демалыста көптен бері тамашалағыңыз келген фильмге уақыт арнаңыз. Түскі үзіліс кезінде сүйікті балмұздағыңызды алып жеңіз. Кез келген іс жарайды. Басым бөлігі бізге қуаныш сезімін сыйлау керек. Ішкі түйсігіңізге сеніңіз. Ішім сезіп тұр деген сөз бекерден бекер шықпаған. Маңызды шешім қабылдар кезінде денеңіздегі өзгерістерге, дыбыссыз белгілерге зер салыңыз. Біздің болмысымыз әлі өзіміз түсінбесек те көмегін беріп, кеңесін айтады. Қатты шаршасаңыз, демалыс алыңыз. Бұрыннан армандаған саяхатыңызды жасаңыз. Бір сөзбен айтқанда, бірдеңе дұрыс болмай жатса, оның себебін өзіңізден іштей сұраңыз. Барлық жұмысты жиып қойып, дем алып, өзіңізді қалай сезініп тұрғаныңыз туралы жауап беріңіз. Барлық жауаптар ішіңізде, тек бар болғаны аздаған кідіріс жасап, өзіңізді тыңдау қажет. Үйреншікті өмірден бас тартыңыз.
Міндетті түрде өміріңізді түбегейлі өзгертіп, басқа арнаға бұрудың қажеті жоқ. Жай ғана ең құрығанда аптасына 1 рет бұған дейін жасамаған ісіңізді жасап, немесе тіл үйреніп, жаңа дағдыларды енгізуден бастаңыз. Өміріңіздің жақсы жаққа қарай өзгеріп, өзіңізді қалай бақытты сезінгеніңізді де білмей қаласыз. Өміріңізді толтыратын барлық нәрселерге, адамдарға деген дұрыс қарым-қатынас қалыптастыру. Бұл тамақтану, жұмыс, достық, отбасы, өз-өзіңізге деген қарым-қатынас. Күш-қуатыңызды соратын қарым-қатынас пен уақытты зая кетіретін бос істен бас тартыңыз. 5 жылдан кейін біз дәл қазір ең жиі араласатын 5 адамның ортақ жиынтығына айналатынымызды ұмытпаңыз. Жаңа нәрселерге үйреніңіз. Үнемі білім алып, оқып ізденіп жүру бізді бақытты етіп, өмірімізді ұзартады. Сонымен қатар, бұл өмірімізді жарқын, қызық, жан-жақты етіп, қатып қалған қыңыр пікірлерден арылтады. Бұрыннан бері немен айналысуды армандап жүрдіңіз, соған уақыт бөліп үйрене бастаңыз. Миыңыз сізге риза болатыны сөзсіз. Күнделік жазып үйреніңіз. Басында бастау қиын болады, бірақ кейін үйреніп, тіпті онсыз өмір сүре алмайсыз. Мен осы күннен не күтем, немесе бүгінгі күн несімен ерекшеленді. Бұл әдет ойыңызды жинақтап, өз-өзіңізбен тіл табысуға көмектеседі. Өміріңізді жақсы жаққа өзгерткіңіз келсе, осы қарапайым тәсілдерді жасап көріңіз. Шындап кіріссеңіз, көп ұзамай жақсы нәтижесін көретініңіз анық. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын. Каналыма тіркеліп, жүрекшені басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.